Hey достар, ассалаумағалейкум, сіздермен бірге мен Армашка Бро, және де бүгінгі видеомыз қызықты болайын деп тұр. Қазақ ютуберлеріне және де басқа да ютуберлер болатын болса, соларға жазатын боламыз. Қайсы жауап қайтарады. Содан біз бүгінгі видеода қазақ ютуберлеріне және де әлемге танымал ютуберлерге жазып көретін боламыз. Инстаграмнан бізге қайсы жауап қайтаратын сіздерді видеоның соңына дейін қараңыздар. Біреулер жауап қайтарып қалуы мүмкін. Ендеше көп созбаймыз, достар, біз бастаймыз. Мадияр Пернебай, бұда 33 мыңнан астам подписчигі бар екен. Бұған жазып көрейік. Так, бірінші біз бұған амандасайық. Ассалаумағалейкум, досым, сенің видеоларыңды. Бұл жалпы жауап қайтару мүмкін, себебі мықты жазып жатырмын. Сенің видеоларың мықты, бірақ ол бізге ответ қайтаратындай, бірақ бір видеоң ұнамай қалды. Тұр, ұнамай қалды деп жазайық. Жауап қайтару мүмкін. Жібердік. Енді жауап тосатын боламыз. Келесі бұның подписындағы ютуберлер болатын болса, соларға да жазатын боламыз. Бұда қазақ ютуберлерінің ішінен Баха ЖК деген Супер Кигач. Бұл ойындар түсіретін болу керек. Менің түсінігім бойынша қазақ ютубында видеоблогер екен. Пиар, жарнама деп жатыр. Так, жалпы жас біреу секілді. Бұған да жазып көрейік. Бұған бірақ басқалай жазамыз. Дұрыс емес деп жаза салайық. Не дұрыс емес, не дұрыс жазатын шығар. Ана сөзің. Дұрыс емес, ана сөзің деп жібердім. Қай сөзім деген сияқтардан жазып қалу мүмкін. Келесі қандай ютубер бар? Жалпы Қазақстанда ютуберлер дамып келе жатыр көп. Бексұлтан 006 деген бар екен. Бұл Бексұлтан 06. Бұған жазайық. Бұған жазамыз. Сен Бұған не жазсақ болады, Бексұлтан? Менің видеомды ұрлап алыпсың деп жазайын. Видеомды ұрлап алыпсың. Бұған да жаздық. Келесі Аве Адикусқа жазатын боламыз. Бұл өте танымал ютубер. Бұл жалпы мықты ютуберлердің бірі. Бұған анау менің видеом ғой деп жазылар. Менің контентім, менің видеом ғой. Достар, міне жібердік. Және де тағы да бір-екі адамға жазып көрейік. Солай деп Бақтәулет. Сіздер комментарияға жазып кетіңіздер, келесі қандай видео тосасыздар. Лайк, коммент, подпис. 900-ге сәл ғана қалды. Мықты видеолар әлі алдыда. Біраз ғана қалды. Алмаз Валиев бар, айтпақшы Шығыс Қазақстанның ютубері. Оған да жазып көрейік. Шығыстан жоқ. Бұған бірігіп видео түсірейік деп жазайық. Бірігіп видео түсірейік.
бұлар енді өзінің подписчиктеріне мүлдем жауап жазбайтын да шығар. Оны ешкім білмейді. Біз енді ютуберлерге ғана жазбаймыз. Тағы да қазір бір-екі адамға жазып көрейік. Кім бар бұл жерде? Атақтылардың ішінде кім бар? Аккаунты. Тағы бір ютубер. Хаймендікі осылай ма? Хаймен işte. Міне Андрей Шергин 612 мың подписчигі бар. Бұл тоже Хаймен ютубер. Бұған жазып көрейік. Салам, бро. Когда вернешь мне деньги? Осылай жаза салайық оған. Видеолар мықты шығар. Бұның Хаймен лайф. Бұл походу осында тұрады. Салам, бро. Когда бабки вернешь? Жаздық. Достар, мен сіздерге біраздан соң соңына дейін қараңыздар, үйден кімнің жауап жазғанын айтатын боламын. Достар, маған кімнің жауап жазғанын сендерге қызық шығар, бірақ маған өте мықты адам жауап жазды, және де ол адам менімен бірге келесі видео түсіруге келісім берді, яғни біз бірігіп видео түсіретін боламыз. Ендеше достар, оның кім екенін білгілерін келсе каналға жазылып, давайте 900 подписчиктен асып бастайық, және де сол атақты блогермен бірге екеуміздің видеомыз шығатын болады. Ендеше достар, көп созбаймыз, лайк, коммент, келесі видеода кездескенше.